Barchаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен үй жағдайында чак-чак дайындап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 300 грамм ұнымызды, тұзымызды салып, үстінен ас содасын салып, барлығын араластырып, үстінен 4 жұмыртқаны салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Дайын қамырымызды пакетке салып 10 минутқа қалдырамыз. Енді сиропымызды дайындап аламыз. 200 грамм шекерге 200 грамм су құйып, жақсылап араластырып, үстінен мётымызды құйып, жай отта қыздырып ертіп аламыз. Енді дайын қамырларымызды жайып, бірдей формада етіп кесіп аламыз. Алдын ала табаға майымызды құйып қыздырып аламыз. Және сол қызып тұрған майымызға ұсақ бауырсақтарымызды салып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз дайын. Үстіне дәміне қарай üzüm қосып, оның үстінен қайнатылған сиропымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша кез келген формада жасауыңызға болады. Мен дәл осылай целлофан пакеттерге салып, төртбұрышты формаға келтіріп алдым. Дайын болған чак-чактарымызды салқын жерге қойып қоямыз. Чак-чагымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.